Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен алғаш рет қызыл бархат тортын жасадым. Менің жасаған тортым сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, комментария жазып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің жаңа видеоларымды бірінші болып тамашалаңыздар. Сары майға қантымызды салып араластырамыз. 3 жұмыртқамызды бір-бірлеп салып, әр салған сайын жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Бір кесе айранға гелевый бояғышымызды салып араластырамыз. Құрғақ ыдысқа ұн, қоптытқыш, сода, какао салып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, алдымен бояулы айранымызды аздап құямыз, содан құрғақ қоспаларымызды аздап салып араластырамыз. Бәрін бірден салып жіберуге болмайды. Крем дайындаймыз. Крем шантиді аздап араластырып, қоюлана бастаған сәтте қантымызды аз-аздап саламыз. Ірімшік сүзбесін саламыз. Піскен бисквитімізді суытамыз. Суығаннан кейін ортаңғы томпиған бөлігін кесіп аламыз. Тортымызды сәндеу үшін бұл бізге керек болады. Тортымыз формасын сақтау үшін мен осындай кольцо қолданамын. Мен кремді кондитерлік қалташаға салдым. Менің тортым 3 қабаттан тұрады. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мінеки құрметті көрермендер, біздің қызыл бархат тортымыз дайын. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Менің тортым сіздерге ұнап жатса, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, менің видеоларымды тамашалаңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін, каналдың әрі қарай дамуы үшін өте маңызды. Сіздер қолдаған сайын мен тек шабыттанамын. Келесі жаңа күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.